Тіл қай халықта болса да, қай ұлтта болса да, қастерлі де қасиетті ұғым. Тілді дамыту, насихаттау біздің жастардың қолында. Тіл жұрттың жаны. Тілінен айырылған жұрт, жойылған жұрт деп Халел Досмұхамедұлы атамыз айтқандай, тіл халық қазынасы, ұлттың жаны, ал ұлттың болашағы ана тілінде. Ана тілді қадірлеп ұстайтын ұлттың болашағы жарқын. Себебі тіл қай елде, қай жерде болмасын ең қасиетті де қадірлі. Тіл әрбір ұлттың болашағы мен абыройы. Отанымды, тәуелсіз Қазақстанымды, қасиетті де қастерлі мекенімді, байлыққа, қазынаға толы жерімді, ең бастысы болашағы айқын, келешегі жарқын қазақ тілімді мақтан етемін. Таев үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел, дағы отал менен. Тіл ұлттың жаны, рухы, оның бет бейнесі, өткені мен бүгіні және болашағы. Ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлы сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деп, тілдің біз үшін қандай маңызды екенін бір-ақ ауыз сөзге сыйдырған. Әлемде жаулап алушы елдердің озбырлығынан, үстемдігінен қаншама тіл жоғалып кетсе, қаншама тіл жоғалудың азақ алдында тұрғаны мәлім. Сондықтан қазіргі жаһандану дәуірінде аз ұлттар мен ұлыстар өз тілдерін қорғап қалуға барынша күш салуда. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адамның тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі.